Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Абай атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Сүлейменова Айша Алпысбаева. Бүгінгі балалар қашықтан оқыту сабағымыздың тақырыбы өрнектердегі амалдардың орындалу реті. Ортақ тақырыбымыз қоршаған орта. Балалар, мынадай мақсатпен оқитын боламыз. Оқу мақсатымыз 2-3 амалды жақшалы және жақшалысыз өрнектердегі арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау. Сабақ мақсатымыз өрнектердегі амалдары орындалу реті туралы ережені білетін боламыз. Жылдам есептеу үшін қосу және көбейту қасиеттерін қолданатын боламыз. Сабақтағы бағалау критерийіміз жақшалы және жақшасыз өрнектердегі арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтайтын боламыз. Өрнектердегі амалдардың мәнін тауып үйренетін боламыз. Келесі тапсырма: су біздің басты байлығымыз. Балалар, су тіршілік көзі. Қоршаған орта және адам үшін су маңызды екенін білеміз. Суды үнемдеу керек екенін де білеміз. Және жаратылыстану пәнінен еске түсіретін болсақ, су 3 күйге өзгере алады: қатты, сұйық және газ тәрізді. Олай болса, бірінші тапсырмадағы барлық суреттерге не ортақ? Дұрыс айтасыңдар, су ортақ. Жарайсыңдар. Олай болса, олардың әр қайсында берілген мысалдарды шығарып, олардың жауаптарын салыстырып көрелік. Қайсысы артық деп айтуға болады? Бірінші мысал: 16 мен 8-дің бөліндісі дұрыс, 2-ге тең. 12 мен 6-ның бөліндісі 2-ге тең. 18 мен 9-ның бөліндісі дұрыс айтасыңдар, 2-ге тең. Бұл сендерге қиын емес деп ойлаймын. 14 пен 7-ның бөліндісі тағы да нәтижесі 2-ге тең. Бұлардың барлығының нәтижесі қаншаға тең екен? Дұрыс айтасыңдар, 2-ге тең. 15 пен 5-дің бөліндісі ше? Әрине, 3-ге тең. Жарайсыңдар, керемет. Олай болса, біз балалар 15 пен 5-дің бөліндісі 3-ге тең екенін тауып алдық. Өте тамаша, өте жақсы, жарайсыңдар. Келесі тапсырмада өрнектерді оқып, жаднаманы пайдалана отырып, амалдардың орындалу ретін анықтап, ол және өрнектердің мәнін табатын боламыз. Яғни жоқ, я деп айтатын боламыз. Егерде өрнектерде көбейту, бөлу және қосу, азайту амалдары кездесетін болса, алдымен көбейту немесе бөлу ретімен, содан кейін қосу немесе азайту ретімен орындалатын болады. Мысалы, 37 қосу 12 бөлу 6 өрнегінде жоғарғыда көрсетіліп тұр. Бірінші амал бөлу, яғни 12 мен 6-ның бөліндісі 2-ге тең. Екінші амал 2, яғни 37 саны мен 2 санының қосындысы 39-ға тең. Егерде тек қосу мен азайту амалы кездесетін болса, амалдар сол жақтан оңға қарай орындалады. 27 қосу 6 азайту 3 өрнегінде бірінші 27 мен 6-ның қосындысы 33, 33 пен 3-дің айырмасы 30-ға тең болады. Егерде тек көбейту мен бөлу кездесетін болса, алдымен сол жақтан оңға қарай орындалады. 12 бөлу 6 көбейту 3 өрнегінде бірінші амал төбесінде көрсетіліп тұрғандай 12 мен 6-ның бөліндісі 2-ге тең, 2 мен 3-дің көбейтіндісі нәтижесі 6-ға тең. Егерде алдымен жақша есепті өрнектер кездесетін болса, алдымен жақша ішіндегі амалдар орындалады. Содан кейін көбейту немесе бөлу ретімен орындалады. Одан кейін қосу немесе азайту ретімен орындалады. Мысалы, жақша ішінде 5 пен 10-ның қосындысы бөлу 3 қосу 5 өрнегі орындалатын болса, бірінші жоғарғыда көрсетілген бірінші амалымыз 5 пен 10-ның қосындысы 10-ға тең. 10 мен 3-дің бөліндісі 5-ке тең. 5 пен 5-дің қосындысы
10-ға тең болады нәтижесі. Келесі өрнектерді өздеріңіз шешіп, маған жолдайтын боласыңдар. Балалар, біз өрнектерді оқып, жаднаманы пайдаланып, амалдардың орындалу ретін мен таныстық. Өрнектердің мәнін таптық. Келесі астындағы өрнектерді өздерің тауып, мәнін жазып, маған жолдайтын боласыңдар. Жарайсыңдар. Керемет, тамаша. Осы жаднаманы есте сақтайық. Және бейне түсірілімге назар аударайық. Бүгін сен амалдардың орындалу ретін үйренесің. Бұндай өрнектерді ретімен солдан оңға қарай орындайды. Бірінші, екінші, үшінші. Бірінші амал. 90-нан 40-та азайтсақ, 50 болады. Жауапты ұмытып қалмас үшін бірінші амалдың үстіне жазып қоямыз. Екінші амал. 50-ден 20-ны азайтсақ, 30 шығады. Нәтижесін екінші амалдың үстіне жазамыз. Үшінші амал. 30-ға 30-ды қосамыз. 60 болады. Нәтижесіне 60 деп жазамыз. Мына өрнекке мұқият қара. Алдыңғы өрнектен қандай айырмашылығы бар? Дұрыс, жақшасы бар. Есіңде сақта, жақшалы өрнекте жақшаның ішіндегі амал бірінші орындалады. Содан кейін солдан оңға қарай ретімен орындалады. Бірінші амал 20 қосу 30. Нәтижесін бірінші амалдың үстіне жазамыз. Екінші амал 90-нан 40-та азайтамыз. 50 шығады. Нәтижесін екінші амалдың үстіне жазамыз. Үшінші амал. Екінші амалдың нәтижесі 50-ден бірінші амалдың нәтижесі 50-ді азайтамын. 0 шығады. Жауабын жазамын. Тең 0. Есіңде сақта. Жақшасы бар өрнекте алдымен жақшаның ішіндегі амал бірінші, содан кейін қалған амалдар солдан оңға қарай ретімен орындалады. Балалар, келесі тапсырмада біз амалдардың орындалу ретін анықтайтын боламыз. Ол үшін біз бастырманы басып, амалдардың орындалу ретін анықтаймыз. Әріпті өрнектер берілген. Яғни бірінші өрнекті қарайтын болсақ, А қосу жақша ішінде Б азайту С берілген. Яғни бұл жердегі амалдардың орындалу реті бірінші жақшадағы амал әрқашан бірінші орындалады. Яғни бастырманы басып, орындалу ретін осылай көрсететін боламыз. Келесі тапсырмаларды маған орындап жіберетін боласыңдар. Келесі тапсырмада балалар өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтап, олардың мәнін тауып, маған жолдайтын боласыңдар дескриптарға сәйкес. Енді бүгінгі сабақты қорыта келгенде, біз сабақта амалдардың орындалу ретін анықтауды білдік, және жақшалы өрнектер кездескен кезде жақшаның ішіндегі амалдар бірінші орындалатынын білдік.